Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біздер ИПА ашатын боламыз. Ол үшін госслугаға кіретін боламыз. Және де осы жерде ИПАға тіркелу дегенді басамыз. И бұл жерде біздерді прямо егов арқылы кіргізеді. Сосын осы зарегистрироваться ИПА дегенді басып, осы жерде мінеки уже ИПА атауын өздері шығарып тұрады. Және де налоговый орган дегенді басамызда қай жаңағы ауданға қараймыз, сол ауданда таңдап аламыз. Таңдап алғаннан кейін продолжитті басамыз. И бізде жаңағыдай данныйларымызды бұл жерде тексеріп жатыр. Осы жерде основной вид деятельности таңдаймыз. Жалпы бұл жерде ескерте кететін жайт, мен берген основной вид деятельности сіздерде тоже таңдайсыздар. Яғни ол бізде коды 47-де 910. Осыны кодты осы жерге поиске жазатын боламыз. Мінеки осылай шыққаннан кейін осы бізде бірінші қатарда шығып тұрғай розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть интернет. Біз осыны таңдау арқылы вид деятельности таңдайтын боламыз. Бұл біздің Каспий магазинмен шұғылдануымызға тура келетін вид деятельность. Осы жерде тағы да продолжитті басамыз. Одан кейін тағы да если вид деятельности таңдағыңыз келсе, осы жерден добавить етіп таңдасаңыз болады, но мен продолжитті басамын. Потом мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқанмын, бізде ИПАда екі түрлі режим болады. Осы жерде ОУР режимі және де упрощенный режим. Упрощенный режим бұл упрощенная декларация, яғни сіздің каждый айыңыздағы оборотыңыздан тек қана 3% алып отыратын салық, яғни бұл бізге тиімді. Сол үшін екінші тұрған упрощенный режимді таңдаймыз и выбратты басамыз. Мне осылай, осы жерде тағы да продолжитті басамыз. Осы жерде камерадан өтулеріңіз керек болады. И осы жерде подписать документ дегенді басамыз. Мінеки уже сіздерде ИПА осылай ашылады. И осы жерде подписать документ дегенді басамыз. Мінеки уже сіздерде ИПА осылай ашылады. Достар, Каспий Pay ашу үшін Каспий Pay программасын телефонымызға жүктеп аламыз. App Store'дан немесе Play Market'тен. Каспий Pay'ға кіреміз. Және де достар, Каспий Pay'да категорияны таңдар кезде мұқият қараңыздар. Сіздер бізге негізі магазинге товар для дома категориясы жақсы, және де электроника. Но бірақ мен электроникаға совет беремін, екені бұл жерде разный товарларға разный услуга алады, яғни арзандау болып келеді бізге. Сол үшін подключиться басамыз, одан кейін мына жерге номер телефона жазамыз. Номерімізді жазғаннан кейін продолжитті басамыз, ин жазамыз. Ин жазғаннан кейін біздер категория товар для дома деп таңдаймыз, выбратты басамыз. И мына жерге названияға, мысалы, любой өздеріңізге ұнаған ат қойсаңыздар болады. Бұл названия сіздердің магазиндеріңіздің атауы болады. Сондықтан да, мысалы, қазір есім қойып ашсаңыздар, кейін алдағы уақытта 23-23-ге звондап магазиндеріңіздің брендовый атын қойсаңыздар болады. Мысалы, мен Шахризада деп қоямын. Одан кейін продолжитті басқан кезде бізге код келеді. Кодты енгіземіз и осы жерде решение қабылдайды, яғни Каспий Pay шот ашамыз бірінші.
Каспи Pay шот ашқаннан кейін бірден магазин ашуға запрос жібермеңіздер. Себебі бұл жерде арнайы правилалар бар. Сол правилаларды сақтап, одан кейін магазин ашатын боламыз. Мына жерде камерадан өтесіздер. Вот камерадан өткеннен кейін енді бұл жерде подписать документы жасауымыз керек. Қаласаңыздар кіріп, әр договорды былай оқып шықсаңыздар болады. Мен білемін, чопа-чом енді подписать документы енді басамын. Осы жерде кішкене күтесіздер. Және де 8 санда пароль ойластырып жазуларыңыз керек. И бұл пароль естеріңізден шығып қалмауы керек. Вот осылай мен парольді енгіздім. Енді бұл жерде пин-код, яғни Каспи Pay шотыңызға кіру үшін пин-код қоясыздар, как Каспи Голдқа қойған пин-кодтарыңыз секілді. Егер де Каспи Голдтағы пин-кодыңызды қойсаңыз, ол уже жақсы болады, өйткені есіңізден шығып қалмайды. Осылай 2 рет тересіздер, және де осы жерде тағы да камерадан өтесіздер. Мен осылай толтырып шығасыздар. Одан кейін продолжитті басамыз. Мына жерге номер жазамыз. Номер жазғаннан кейін имя жазамыз. Шахри. И готовты басатын боламыз. Міне. Так, сіздерде осылай бет шығады.